Түнді көбінше азан намаз оқып, тахаджуд 8 рекет. Салаты таспих 4 рекет. Андан сыртқара субханалла, алхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, аллаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билля 100, 200, 300 ким қанша мүмкін болса. Пайғамбарымызға салават саллаллаху алейхи ва саллям, истигфар, астағфирулла ва атубу илейх 200, 300 ким қанша болса. Құран оқып, Құранды оқып, қарап оқып, қарабай оқып, анан дуа қыл. Бұл түн дуаның түні. Ненің түні? Дуаның түні. Айша енеміз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сұраған. Я Расулалла, егерде қадір түн маңа түш келіп қалса, қайсы дуаны қылайын дейді. Не үшін? Қадір түн Құран түшкен түн. Пайғамбарымызға пайғамбаршылық берілген түн. Бұл түндердің сұлтаны. Анда дуаның сұлтанын үйретіп қойыңыз деп сұрап жатады. Дуалар да көп. Пайғамбарымыз бізге ибадатта да пайғамбар, даватта да, дуада да пайғамбар. Айша енемізге айтты. Айша енеміз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең жақсы көрген Айша енеміз. Ең жақсы көрген дуасын айтып қойды. Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Я Алла, сен кешірімдісің. Кешіргенді жақсы көресің. Андықтан мені кешірген деп. Мына дуа. Шonun için иншалла Алла субханаху ва тағаладан көп дуа қылайлы. Аллахым бардығымыздың күнәлерімізді кешірсін. Бая айтқандай, ескі күнәлерде тауба қылайлы. Жаңы күнәлерге тауба. Жашырын күнәлерге тауба, açık күнәлерге тауба қылайын. Жалпы жамаат менен қылған, жеке қылған, атайлап қылған, жаңылыштан қылған, ұшы күнәлердің бардығына тауба қылайын. Жаратқан Алла субханаху ва тағала қабыл қылсын.